осы колледж туралы қысқаша ақпарат бере кетсеңіз, бұл қандай оқу орны, қандай пәндер оқытылады, қай жастағы студенттер келіп оқиды? Әулем, қош келдіңіздер. Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Алла тағала бұл сұхбатымызды берекелі әрі мазмұнды етсін, әрі біздің баршамызға осы дүниеде және қияметте де өзінің пайдасын беретін сұхбаттардан болуына өзі нәсіп етсін. Біздің медресе, Шымкент медресе колледжі 2016-тан бері қарай өз жұмысını бастады, ресми түрде. Қазіргі күнде біздің медреседе 800-ден астам студенттер бар. Бұл жақта қыздар бөлімі бар, ұлдар бөлімі бар. Енді ұлдар бөлімі жылда сол жаз мезгілінде, жаз айларында емтихан қабыл басталады. Сол кезде балдардың білім деңгейіне қарап, ұстаздарымыз емтихан алып, кейін оның қабылы контрактынысы бар, ақылысы бар, және басқасы дегендей. Бұларға енді 9-дан кейінгі 9 сыныпты бітіріп келгендер болады, 9-дан кейін бітіріп келгендер болса 4 жыл оқиды бізде. Ал енді 11-ні бітіріп осы медресеге оқуға түскендер болса, олар енді 3 жыл оқиды. Оларға имам хатиб, ислам танушы және дін танушы деген мағынада тақырыпта оларға диплом беріледі. Құдайға шүкір, қазір күнде, мысалы, 9 жылдан бері осы медресеміз ресми түрде жұмыс істеп келе жатқан болса, осы медреседе бітірген балалардың басым көпшілігі осы өзіміздің елімізде, өзіміздің Қазақстанымызда, мешіттерде, медреселерде және осы сабақ беретін курстарда қызмет етіп келеді. Алла разы болсын, ол жігіттерге осы дінге, осы еліміздің болашағына, еліміздегі діни алауыздықтың алдына алу мақсатында және де басқа да жат ағымдардың, сол деструктивті ағымдардың идеологиясы кіріп кетуіне өздерінің тосқаулы көрсететін мағынада қызмет етіп келе жатыр. Алла разы болсын. Қыздар бөлімі бар бізде, ұлдар бөлімі бар. Қазір біз осы отырған жер осы ұлдар бөлімі. Қыздардікі енді біздің шариғатта болғаннан кейін қыз бен баланы араластыруға болмайды дейді, балағат жасына толғаннан кейін. Қыздар бөлімі сәл бір 3-4 остановка ар жақта олар оқиды, Құдайға шүкір. Ал енді оларға қандай сабақтар, қандай пәндер, не үйретесіздер деген мәселе болса, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, Алла разы болсын, мүфти хазіретіміздің өзінің былайша айтқан тәшәббүсі білән осы жылда, әр 2 жылда немесе әр 3 жылда осы біз методика әдіс дейміз ғой, услуг тілінде, және қай кітаптарды оқытуымыз керек, қандай жерлерден алу керек, қай ұстазға қай пәнді жүктейміз, қай ұстаз қай жерде керек болады деген мәселеде осы жиналыстар болады бізде, сол жерде бекітіп береді. Енді бұл жағы осы біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында осы методиканы, әдістің бекітіп берілуі өте дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені тәжірибеден де өткенде, болашақта да сол нәрсе жақсы болады. Өйткені білесіз бе, 90 жылдан бері қарай біз егемендігімізді алғаннан кейін, енді сол кезде кішкене бір экономикалық бағытта кішкене бір ақсаулар болды. Саяси бағыттағы да болды. Біз бері қарай біз елбасыларымыз, дін басыларымыз, басқалар сол экономиканы жолға қоямыз деп сонымен шұғылданып жатқан кезінде, енді ел, бұл жерде ғалымдар жоқ еді, ол кезде кітаптар жоқ еді, баспаханалар онша жұмыс істемейтін тұғын. Сол кезде халықтың балдары көпшілік демек, біразы шетелге оқуға кетіп қалды. Сол жақтан білім алайық деді. Араб тілін біліп, арабша сөйлегенді әулие көрдік. Олар кіріп келсе біз оны үлкен ғұлама деп білдік. Кейін барып, әр бала, әр елге, әр жұртқа барып, ілім алыптағын қайтып келген кезде сөйлеп атқан сөздер әртүрлі шыға бастады. Біреу мұнаны харам десе, біреу макрух деді, біреу болады десе, біреу көреміз деді, мубах деді. Халықтың ішінде, жамағаттың арасында кішкене қайсысын істейміз, бола ма немесе жоқ па? Істейміз бе деген мәселеде сұрақтар көбейді деген. Кішкене бір басқа деструктивті ағымдардың идеологиясын кіргізіп қойған сәтіміз, жайтымыз болды. Енді осындай нәрселердің алдында болмау үшін, солар кіріп кетпеу үшін дегенде, сол кіріп кеткендердің бәрін бұрылайық, оңалтайық, бейімдейік деген мақсатта осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, білім және ғылым және кадр дайындау бөлімі, осы Алла разы болсын, сол жігіттерден осылармен бірге жұмыс істеп келе жатыр, Құдайға шүкір. Енді медреседегі пәндер ақида пәні бар, бұл идеология дейді, тасауф пәні бар. Тасауфқа бір қосып айтып өтетін нәрсе, Алла разы болсын, мүфти хазіретіміздің
бір 5 жыл болды, егер мен адаспасам, ихсан ілімі деген мәселені көтерді бұл кісі. Тіпті муфтияттың баспаханалардан ихсан деген кітаптар баспадан шықты. Енді ихсан ілімін үйренуіміз керек дегеннен кейін муфтият өзі енді соған бір айталық бір материал кітап дайындап беру керек та. Дайындалмаса басқа бір жаққа барып оқиды, интернеттен оқиды, әлеуметтік желілер дегенде. Және Құдайға шүкір, 2 жыл болды біздің осы медреселерде Софа Аллаярдың Сабатул Азизин деген кітаптары осы оқу қосымша сабақ ретінде кіргізілді. Құдайға шүкір, қазіргі күнде студенттеріміз жаттап жатыр, оқып жатыр, өте жақсы болып жатыр. Және бұған қоса тәпсір ілімі үйретіледі бұл жерде. Ислам фиқ негіздері сабақтары бар, ислам тарихы бар, фиқымыз бар, араб тілі бар. Және тағы басқа сол сияқты шариғаттың ішіндегі ілімдер барлық оқытылады, Құдайға шүкір. Тамаша. Алла жеңілдік берсін, осы істерімізді ары қарай тағы да жалғасымды болуына өзі жәрдем берсін иншалла. Амин. Еңбектеріңіз ақтала берсін.